студенттердің айтатын несі жатақхананың жағдайы деген. Өз мамандығы бойынша жұмыс істейтін жастар өте аз. Грант болса болды, мен осы оқуды оқи беремін дейді. Несие өндіріп алып, біреудің атына қорқытып. Студент қыздарымызға кішігірім сыйлықтар ұйымдастыруымызға болады. Армысың көзқарақты көрермен, сіздердің алдарыңызда 24/7 медиа студиясы. Өздеріңіз білесіздер, жалпы ел президенті соңғы жолдауларында жаңа Қазақстан құру, әділетті Қазақстан құру тақырыбын ерекше назарға алып отыр. Осы орайда қоғамдағы жастардың рөлі қандай деген сұраққа жауап бермекке бүгін студиямызға Теміртаудағы жалғыз жоғарғы оқу орны, Қарағанды индустриалды университетінің түлектері, студенттері Жасмина мен Рамазан келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Рахмет, сәлеметсіз. Енді қазіргі оқып жатқан мамандықтарыңызға тоқталсақ, қандай мамандыққа білім алып жатсыздар, қандай мақсатта осы мамандықты таңдадыңыздар деген секілді? Қазіргі таңда біз бағдарламалық инженерия мамандығында оқып жатырмын мен. Және Рамазан? Мен қазіргі таңда фармацевтикалық өндіріс технологиясы мамандығында оқимын. Енді осы президент айтқан әділетті Қазақстан дегенді қалай түсінесіңдер? Әділетті Қазақстан дегеніміз ол әділдіктің орнауы. Әділдік бар жерде елде тыныштық бар, береке болады. Әділдік бар жерде барлығы жақсы болады деп айтарым. Сосын әділетті Қазақстан ол тек биліктің ғана қолында емес, және де ол қазіргі таңдағы белсенді жастардың қолында. Осы әділетті Қазақстан құрудағы жастардың рөлі қандай? Жастар не істеу керек осы жаңа Қазақстанға бет бұру үшін? Білім алу керек, және де өзінің алдында кездескен сыбайлас жемқорлықтарға қарсылық көрсетіп, және де оны хабарлау керек, және де волонтерлік ұйымдарды жақсартып, оларға қосылып, оларды дамытуына үлес қосу керек. Барлығы өзі кішкентай нәрседен басталады. Бірінші біз мектеп кезден бастап білім алдық. Сол білімді алып, одан жоғары оқу орнына түстік. Сол секілді кез келген жерде біз білімімізді дұрыс алып, білімімізді жетілдіретін болсақ, сол кезде әділетті Қазақстан болады. Және де белсенді жастардың қолында деп айтсақ болады. Себебі белсенді жастардың кез келген тапқыр идеялары, кез келген бастамалары ол бізге өте үлкен үлес қосады. Түсінікті. Енді белсенділік дейміз ғой. Мемлекеттің ішінде жаңа университет жастардың белсенділігін арттыру үшін не істеп жатыр? Қандай мүмкіндіктер беріп жатыр? Мысалға бізде үйірмелер, жаңағы парламент президенті дейміз, жаңағы волонтерлік қозғалыстар деген секілді. Тағы да қандай? Бізде айта кететін болсақ, Теміртау қаласы жастар ресурс орталығы мен университет тығыз байланыста. Сода болатын кез келген іс-шараларға университет арқылы, университетпен бірге, колледждер арқылы барлығы бірге атсалса ұйымдастырылады. Сол секілді бізде белсенді студенттер енді бізде де өте көп деп айтсақ болады. Оқушылар бар, барлығы мысалға жаздың күндері жасыл ел нелері болады, соларға қатысады. Білеміз, сіздердің жаңағы оқу орындарыңыздың жанында бір еріктілер орталығы бар, сол жайында қысқаша айтып кетсеңіз. Біздің студенттерімізге қолдан келгенше көмек қолын созады, және де қала тұрғындарына қолдан келгенше көмек қолын созады, болатын іс-шараларда ұйымдастыруға көмектеседі. Ол студенттерге ақша төленбейді, жай ғана өзінің еріктілер. Сондай қандай іс-шараларда көрінесіздер, не атқарасыздар? Жалпы, мысалы үшін, қазір біздің алдымызда 8 наурыз халықаралық әйелдер мейрамы келе жатыр. Ол жерде біздің жалпы осы белсенділер ұйымы болып, біз университетіміздегі жалпы студенттерге студент қыздарымызға кішігірім сыйлықтар ұйымдастыруымызға болады. Біз және де оларды ұйымдастырамыз алдағы уақытта. Түсінікті. Яғни еріктілік қызметтен бөлек жастардың белсенділігін арттыру мақсатында да жұмыс істейді деген секілді ғой. Және естуім бар, университетте парламент жұмысы бар. Осы жайында. Сіз өзіңіз парламент президентісіз. Парламент президентімін, Қанша жыл болды, қанша уақыт? Бізде парламент президенттің сайлауы желтоқсан айында өтті. Желтоқсан айының 2-ші жұлдызында, қателеспесем. Сол кезден бастап мен өз жұмысын бастадым. Алдағы уақытта енді бастап келе жатыр. Мысалы, алдағы уақыттарда көптеген іс-шараларға, студенттердің белсенділігін арттыруға, осында
студенттердің оқуға түсуіне жағдайын қамтамасыз ету, мысалы студенттердің ой пікірлерін тыңдап оны ректорларға немесе жоғары жаққа жеткізу болып табылады. Біздің басты мақсатымыздың бірі. Яғни сіз осы жалпы университеттегі студенттердің барлық проблемаларын жоғары көтеретін адамсыз. Дәл солай. Шешу жолдарында қиындықтар тумай ма? Шешу жолдарында әртүрлі қиындықтар болады енді. Барынша шешіп беруге тырысамыз. Мәселенің өзектілігіне байланысты. Өзектілігіне. Қандай шешілмейтін мәселелер болды? Шешілмейтін мәселелер, мысалға, ол енді өте көп, өте ауқымды мәселе ол. Бірінші кезекте бізде студенттердің айтатын несі жатақхананың жағдайы деген. Ол енді прям енді өзекті мәселе студенттер үшін. Бірақ оны біздің қолымыздан келмейді оны шешу. Ол тікелей жоғары жаққа байланысты. Енді Жасмина, Рамазан, тағы менің бір көкейімде жүрген бір сұрақ бар еді. Жалпы біздің университет жұмысшы мамандықтарын даярлайтын біздің облыстағы ең үлкен жаңағы білім орны да. Бірақ жыл сайын қанша маман иесі жас мамандар шыққанмен расымен жұмыс істейтін, өз мамандығы бойынша жұмыс істейтін жастар өте аз осы Теміртаудың өзінде. Бұған не кедергі деп ойлайсыздар? Жалпы жастар неге жұмысшы мамандықтарымен жұмыс істегісі келмейді? Бізде көбінесе жас балдар, оқушылар өздерінің ұлттық бірыңғай тестілеуде жинаған балдарына байланысты грант болса болды, мен осы оқуды оқи беремін дейді. Сол жерден олар қателеседі. Себебі ол өзінің қалаған мамандығы болмаған кейін грант үшін түсті. Ата-анамның үмітін ақтау үшін деген секілді. Ал өзі қалап мамандыққа түсетін болса, ол адам оны до конца қолайды оны. Тағы бір өзекті мәселе бар. Жоғарғы оқу орнына жаңағы оңтүстіктен келген студенттер арасында бір құқық бұзушылық, әділет Қазақстанның тақырыбында ғой, құқық бұзушылықтар орын алып жатады екен. Кейбір бұзақылар бопсалау не деген секілді несие алу, жаңағы студенттердің телефондағы онлайн банк арқылы несие өндіріп алып, біреудің атына қорқытып и ақшасын алып алады екен. Бізде ол жағдайлардан хабардармыз. Сіз енді жаңағы осы парламент президенті болғаннан кейін бұл енді сіздерге ең үлкен мәселе шығар. Бізде ол нелерден хабардармыз. Бізде жастар ісі жөніндегі комитет бар. Нина Евгеньевна ол мәселелердің бәрін декандар арқылы шешті. Шешім табылды осы күнде. Жатақханада патрульдік қызметкерлер келіп студенттермен именно ер балдармен түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Және де университеттің қабырғасында да ол түсіндірме жұмыстары өтті. Бізде конференция залында 223 кабинетте ол түсіндірме жұмыстары өтілді. Енді соңғы сұрағым, әділетті Қазақстан ол енді біздің құқығымыз, біздің яғни пара бермеу, пара алмау, ашықтық дейміз, еркіндік дейміз. Енді осы тұрғыда біз жаңа Қазақстанға жете аламыз ба? Жалпы жаңа Қазақстан дегенді қалай түсінесіздер? Жаңа Қазақстанды жастар қалай елестетеді? Жаңа Қазақстан деген бізде дамыған 30 елдің қатарына кірген Қазақстанды елестетемін. Қағаз жүзінде емес тек. Қағаз жүзінде емес тек қана, Бірақ бізде қағаз жүзінде дамыған 50 елдің қатарына кірдік, бірақ ол жағдайды біз көрген жоқпыз. Енді алдағы уақытта бізде дамыған 30 елдің қатарына кіру деген стратегиялық жобалары бар, 2050 жобасы деген секілді. Сол жобаларға нақты көзқарастармен, нақты іс-қимылдармен сол деңгейге жетсек, біз сол кезде жаңа Қазақстанды көре аламыз. Ел президенті 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады. Осы орайда болашақ жұмысшы мамандарының бүгін арман мақсаттарын білдік. Осы әділетті Қазақстан құрудағы жоспарлармен таныстық. Енді бүгін студиямызға келгендеріңізге көп рахмет, сіздерге сәттілік тілейміз. Сізге де рахмет шақырғаныңызға. Сау болыңыз.